Кез келген тілді тез әрі жетік меңгеру үшін тілдік орта қажет. Себебі ауызекі тілді тек тәжірибе жүзінде ғана шыңдауға болады. 2014 жылы Алматыда ауызекі қазақ тілін үйренгісі келетіндерге арналған Басқосу клубы құрылған еді. Жобаның басты мақсаты қатысушылардың сөйлеу мәнерін жетілдіріп қана қоймай, қазақ тіліне деген ықылас ниетін, қазақ халқының мәдениетіне, тарихына, салт дәстүріне деген қызығушылығын арттыру. Жуырда біз Басқосу клубының кезекті жиынына қатыстық. Басқосу клубы саясаттанушы, журналист әрі суретші Бақытжан Бұхарбайдың бастамасымен құрылған. Бақытжан Мұхамедиұлы мен Ерден Зікібай оның жұмысына алғашқы кезден-ақ қолдау көрсетіп, бүгінде жобаға белсенді түрде қатысып келеді. Олардың үшеуі де тіл мамандары емес, әйтсе де клубты құруға ана тіліне деген құрметтері себеп болыпты. Клуб мүшелері 2 аптада бір Алматыдағы Ықылас атындағы музыкалық халық аспаптары мұражайында бас қосады. Мұнда олар бір-біріне сұхбаттасу арқылы жаңа сөздер үйренеді. Клубқа қатысатындардың көбі оқуын бітіріп, жұмыс істеп жатқан жастар. Олар тек тіл ұштау үшін ғана емес, жұмыстан шаршап шыққанда көңіл күйлерін көтеріп, бір-бірімен танысып білісу үшін де келеді. Біздің жобамызға қатысатын ұлттар арасында өзіміздің қазақтар бар, тілін жаттықтырғысы келетін. Сонымен қатар өзге ұлт өкілдері де бар, оның ішінде айтып кете беруге болады, бізде көп ұлтты ел ғой. Енді тағы бір айтып өтетін ерекшелігі, біздің клубқа шетел азаматтар да келеді. Оның ішінде америкалықтар бар, италиялықтар бар, Оңтүстік Кореядан болды, Ауғанстаннан болды, және Канададан болды. Әрбір келген адам әрбір кездесуден кемінде 30 жаңа сөзді өзінің сөз қорына қосып алып кетеді. Сосын енді бір жыл төңірегінде келіп жүргендер, тіпті бір жыл емес, бірнеше айдың ішінде алып кеткендер болып жатыр. Жарты жылдың ішінде тек қана сөйлеп емес, сонымен қатар жазып та үйренген адамдар бар. Бізді клуб мүшелерінің бір-біріне деген достық пейілі тәнті етті. Қатысушылардың арасында қазақ тілін жаңадан үйреніп жүргендер де бар екен. Олар қазақ тілін әлі жақсы білмесе де, өздерін еркін ұстап, қазақша жауап беруге тырысып бағады. Сабаққа қатысушылар алдымен өздерін қазақ тілінде таныстырады. Егер кейбір сөзді білмесе, орысша айтса да болады. Оның аудармасын клуб жетекшілері айтып отырады да, тіл үйренушілер бірден дәптеріне жазып алады. Сосын сұрақ-жауап жүргізіледі. Артынан белгілі бір қызықты тақырып төңірегінде ойын ұйымдастырылады. Сөйтіп олардың тілге деген қызығушылығы да, тіл үйренуге деген қабілеті де арта түседі. Пицца жейді, гамбургер жейді, бірақ нағыз ет қазақ сияқты жемейді. Басқосуға келушілердің арасында шетелдіктерді де кездестірдік. Мысалы, Деннис Кен америкалық. Алматыда тұрып жатқанына 3 жылға жуық уақыт болыпты. Қазақ жеріне ол тіл меңгеру үшін келген екен. Негізінде мен Калифорнияда қазақ тілін үйрене бастадым. Мен Калифорнияда бір жыл оқыдым, Стэнфорд университеті, қазақ профессормен. Сосын Қазақстанға келдім. Неге мен қазақша үйрену бастадым? Себебі маған қазақ тілі, қазақ салт дәстүр, қазақ мәдениет өте қызық. Мен сол кезде Америкада бүркітшілік, құсбегілік туралы зерттеу жасадым. Сондықтан маған қазақ тілі өте пайдалы болды. Басқосу клубының өз дәстүрі қалыптасқан. Бұған дейін басқосуға қалмай қатысатындар арасында өз қолымен дайындаған бәлішін немесе кәмпитін алып келетіндер болыпты. Сөйтіп ұйымдастырушылар кейде қазақша шәй ұйымдастыруды жөн санатты. Клуб мүшелері дастархан басында шәй ішіп, әңгіме дүкен құрады. Ән айтады, қазақ салт дәстүрімен танысып, сөздік қорын кеңейтеді. Мен бұл жерге алғаш рет келдім. Мені қазақша шәй деген тақырып қызықтырды. Мен қазақ тілін бұдан біраз уақыт бұрын үйренгенмін. Грамматиканы білем, бірақ ауызекі тілде сөйлесіп көрмеген едім. Бүгін үйренгенімді есіме түсіріп, уақытымды пайдалы әрі қызықты өткіздім. Әр сабақ жоспар бойынша 1 сағатқа есептелген болса да, кейде 1,5-2 сағатқа созылады. Тіл үйренушілер уақыттың қалай өткенін де байқамай қалады екен. Олардың арасында кездесу уақытын ұзарсақ деп ұсыныс жасағандар да аз емес. Себебі басқосу өте тиімді әрі қызықты өтеді.